Көп ата-ана өмір бойы баласы үшін еңбек етеді. Үй салуға тырысады, көлік алып бергісі келеді, мал-мүлік жинайды. Бұның бәрі жақсы ниет. Бірақ өмірдің ақиқаты мынада. Үй де ескіреді, ақша да таусылады, дүниеде бір қолдан екінші қолға өтеді. Ал балаға берілген дұрыс тәрбие, жақсы мінез және адамдық қасиет өмір бойы оның жанында қалады. Қазақтың қариялары байлық қолдың кірі, тәрбие өмірдің нұры деп бекер айтпаған. Себебі адам дүниемен емес, тәрбиесімен бағаланады. Бүгін бар байлығың, ертең болмауы мүмкін. Бірақ жақсы тәрбиемен өскен бала қай жерде жүрсе де өз орнын табады. Біріншісі, адалдық ең үлкен мұра. Балаңа қалдыратын ең қымбат дүние адалдық. Ақша жоғалуы мүмкін. Ата-бабаларымыз малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген. Бұл сөзде қазақ халқының бүкіл өмірлік ұстанымы жатыр. Олар үшін ар мен адалдық кез келген байлықтан жоғары тұрған. Егер балаң адал болса, ол ешкімнің ақысын жемейді, өтірік айтпайды, аманатқа қиянат жасамайды. Ондай адамды ел құрметтейді. Ал адалдық жоқ жерде береке де болмайды. Екіншісі, жақсы мінез барлық есікті ашатын байлық. Үй мұра болып қалуы мүмкін. Бірақ жақсы мінез болмаса, сол үйдің де берекесі кетеді. Қазақ жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын. Кісі көркі шүберек, адам көркі мінез деген. Мінезі көркем адамды жұрт өзі іздейді. Қариялар бұрын баласына бай бол деп емес, адам бол деп бата берген. Өйткені жақсы мінез өмір бойы таусылмайтын байлық. Үшіншісі, білім мен еңбекқорлық. Ешкім тартып ала алмайтын қазына. Үй өртенуі мүмкін, ақша құнсыздануы мүмкін, бірақ білім мен еңбекқорлық ешқашан жоғалмайды. Ата-бабамыз оқу инемен құдық қазғандай. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп жастарды еңбекке баулыған. Еңбекке үйренген бала қандай қиындық болса да мойымайды. Ол ешкімге алақан жаймайды. Сондықтан балаңа дайын дүниені ғана емес, еңбек етудің қадірін үйрет. Төртіншісі, иман, ұят және ар-ождан. Адамды заңнан бұрын ұят тоқтатады. Қазақ ұят болады деген екі сөзбен тұтас ұрпақты тәрбиелеген. Ар-ұяты бар адам жамандыққа бармайды. Иман тек құлшылық емес. Ол адамға мейірімді болу, уәдеде тұру, әділдік таныту, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу. Осындай қасиеттерді бойына сіңірген бала қай ортада жүрсе де абыройын жоғалтпайды. Бесіншісі, отбасының бірлігімен жақсады. Қазақта әкеңнің емес, адамның баласы бол. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген сөз бар. Бала әкесінің қалдырған үйін емес, ел арасындағы абыройын көбірек мақтан етеді. Егер сен адамдарға жақсылық жасап, адал өмір сүрсең, сол жақсы атақ ұрпағыңа да құрмет алып келеді. Ал жаман ат қалдырсаң, оның ауыртпалығын балаларың да сезінеді. Өмірдің соңында адам неге көбірек ақша жинамадым деп сирек өкінеді. Керісінше, балама дұрыс тәрбие бере алдым ба? Оған адалдықты үйрете алдым ба? Жақсы адам болып өсуіне үлгі болдым ба деген сұрақтар мазалайды. Үйде қалады, ақшада қалады, бірақ оларды дұрыс пайдалану үшін ең алдымен адамдық қасиет керек. Сондықтан балаңа қалдыратын ең үлкен мұра зәулім үй емес, адалдық, көркем мінез, еңбекқорлық, иман мен ар-ождан. Осындай 5 мұраны қалдырған ата-ана өз ұрпағына сарқылмас қазына қалдырғанмен тең. Өйткені дүние тозады. Ал дұрыс тәрбие ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, тұтас әулеттің абыройын асқақтатады. Балаңа ақшадан бұрын адалдықты үйрет. Өзің қандай болсаң, балаң да сондай болуға бейім келеді. Үлкенді сыйлаған бала өмірде құрмет көреді. Балаңа дайын балық берме, балық ұстауды үйрет.
Үйдегі береке баланың ең алғашқы мектебі. Әрбір күн балаңа жылы сөз айтуды ұмытпа. Уәдеңді орындау арқылы балаңа жауапкершілікті үйрет. Байлық жоғалуы мүмкін, білім ешқашан жоғалмайды. Еңбектің дәмін татқан бала ешқашан жалқаулыққа үйір болмайды. Балаңның мінезіне көбірек көңіл бөл, киіміне ғана емес. Кешірім сұрай білу әлсіздік емес, парасаттылық. Жақсы дос таңдау өмірдегі ең маңызды шешімдердің бірі. Өзгенің ақысын жемеу ең үлкен адамгершілік. Қанағат ете білген адам әрқашан бай. Әрбір қиындықты сабақ ретінде қабылда. Біреудің көңілін қалдырмауға тырыс. Өтірікпен жеткен жеңіс шын мәнінде жеңіліс. Уақытты бекер өткізу өмірді бекер өткізумен бірдей. Денсаулыққа күн сайын күтім жаса. Өкпені емес, жақсы естеліктерді жина. Өзіңді ешкіммен салыстырма, кешегі өзіңмен ғана салыстыр. Көп тыңдап, аз сөйлеген адам аз қателеседі. Балаңа ең үлкен сыйлық сенің уақытың. Ар-ұятыңды ешқандай пайда үшін сатпа. Жақсы ат қалдыру үлкен байлық қалдырудан да маңызды. Қиын кезде сабыр, жақсы кезде шүкір ет. Адамның құны оның мінезі мен ізгі істерінде. Бір жақсы іс кейде 1000 ақылдан құнды. Балаңа өмір сүруді емес, дұрыс өмір сүруді үйрет. Ұрпағыңа қалатын ең үлкен мұра сенің тәрбиең мен жақсы атың. Ар-ұятыңды ешқандай пайда үшін құрбан етпе. Ата-ананың батасын алуға әрдайым ұмтыл. Балаңа дүниеден бұрын адамдықты үйрет. Уақыттың қадірін ол өтіп кетпей тұрып біл. Өкпені ұзақ сақтама, бірақ өмір сабағын ұмытпа. Көп сөйлеуден бұрын көп тыңдауды әдетке айналдыр. Еңбекпен келген нәпақа әрқашан берекелі болады. Уәдең сенің адам ретіндегі беделің. Әр күнге шүкір етуді ұмытпа. Қатеңді мойындаудан қорықпа. Өзгенің қуанышына қуана біл. Ашумен айтылған сөз өмір бойы өкініш әкелуі мүмкін. Білім мен тәжірибеге үнемі инвестиция жаса. Денсаулыққа ұқыпты қара, оның орнын еш нәрсе толтырмайды. Жақсы адамдармен араласуға тырыс. Біреуге жақсылық жасау үшін себеп іздеме. Қанағат ете білген адам ешқашан кедей болмайды. Өзіңе қаламайтын істі өзгеге де жасама. Байлықтан бұрын жақсы ат жина. Өмірдің соңында емес, бүгіннен бастап дұрыс өмір сүруге тырыс. Балаңа қалатын ең үлкен мұра сенің мінезің. Ақша бір ұрпақты байытады, тәрбие бірнеше ұрпақты байытады. Адал атақ, үй мен байлықтан да қымбат мұра. Бала айтқаныңды емес, жасағаныңды қайталайды. Жақсы мінез адамның ең үлкен байлығы. Үлкенге құрмет көрсеткен бала өмірде өзі де құрмет көреді. Еңбекке үйренген ұрпақ ешқашан жоғалмайды. Өмірде қалатыны жинаған дүниең емес, жасаған жақсылығың. Ар-ұятын жоғалтқан адам бәрінен айырылады. Байлықтың берекесі адалдықпен келеді. Балаңа берген уақытың, оған берген ең қымбат сыйлығың. Қатаңдық емес, әділдік тәрбие береді. Қанағат бар жерде тыныштық бар. Өкпе ұрпақты жақындатпайды, кешірім жақындатады. Дұрыс тәрбие ұрпаққа қалатын сарқылмас қазына. Балаңа дайын дүние емес, дұрыс өмір сүруді үйрет. Жақсы әке мен жақсы ана баланың ең үлкен бақыты. Дүние таусылады, ал жақсы тәрбие ұрпақпен бірге жалғасады. Балаңа қалдыратын ең үлкен байлық адам болып өмір сүрудің үлгісі. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.